егерде ауырып жатқан адам Алла Тағаланың берген сол қиыншылығында, ауыртпашылығында не істесе, Алла Тағаланың нығметтерін бағаласа дейді. Мен мына нәрсені айтпаймын дейді, имам Шағрауи айтады. Ол ауырып тұрған адам, мынау ауруым ұзақ болсыншы, мынау шамалы созылсыншы, мені күнәм кешірілсінші деп айтуын талап етпеймін дейді. Имам Шағрауи айтады. Бәлки ол адам, қатты ауырып тұрған адам не істемеу керек дейді, күрсінбеу керек дейді. Я Алла, мен мына жақта бала шағам бар еді ғой, мен неғып ауырып қалдым, қазір маған ауыруға болмайтын еді ғой деген секілді күрсіну сөздерін айтуға болмайды дейді. Және де не істеу керек ол адам? Раббысынан пана сұрау керек дейді. إن الإنسان عندما يمرض تسلب منه العافية فلا يستطيع أن يسير وأن يتحرك بل يرقد في فراشه ليتألم. Жаңағы үстіде айтқандай, адам ауырған кезде одан бүкіл денсаулық кетеді да, ол жай ғана өзі қозғала алмайды, денесін қимылдата алмайды ол адам. Және де өзінің төсегінде жатып, жаңа ауыртпашылықты сезеді дейді. Бірақ та Аллах субханаху ва тағала одан мынау денсаулық деген нәрсені алып қойса да, мынау мүміннің ойы мына нәрседе болу керек. Расында мен қазір ауырып жатсам да, Алла Тағала менімен бірге деген нәрсе. Алла Тағала менімен бірге деген. Мысалға, балалар үйін алайықшы. Балалар үйінде мынандай бір эксперимент қойыпты. Егерде қазір толық отбасыдағы бала, бір өзін шамалы уақытқа тастап кететін болса, ол бірден жылайды дейді. Бірден жылайды, кімді іздейді? Өзінің ата-анасын іздейді екен. Ал енді дәл сол экспериментті балалар үйіне қойыпты да. Жаңағы нәрестелер жаңа туылған. Біраз уақыт ата-ананың жылулығын көрмегендіктен, оларды қанша қалдырып кетсең де олар жыламайды дейді, қараңыздар. Өйткені жаңа туылған кездегі өзінің ата-анасының несін, анасының сүтінің иісін сезбеген, жалпы былай айтқанда, құшағын сезбегенді. Бұл эксперимент қойылғанды, бұл нәрсе болған. Олар жыламайды дейді. Енді қараңыздар, бұл жердегі шығатын түйін. Біздің қасымызда бізге сүйеніш болып тұратын адам болатын болса, біздің жағдайымыз қандай болады? Біз қуанышта боламыз, шаттықта боламыз. Бізге біреу тіреп тұратын біреуің болса, сен ештеңеден қорықпайсың ғой. Енді сол тіреуіш кім? Алла Тағала деп ойлайды. Бүкіліне күш қауқары жететін Алла Тағала бізбен бірге. Біз осы нәрсені ұмытпауымыз керек дейді имам Шағрауи. وحين يكون المسلم في معية الله فإن مقاييس المادة والبشريات لا تجيء أبدا дейді. Мынау адам Алла Тағаланың қамқорлығында болған кезде, ол материалдық өлшем бар ғой. Материалдық өлшем, адами өлшем дейді. Сол нәрсе оған жүрмейді дейді. Бұрынғы әулиелердің оқиғаларын естігенсіздер ғой. Меккеге барып келеді мысалы. Ондай болған әулиелер. Өткені біздің ақидамызда не? Караматул аулияи хаққа дейді. Расында әулиелердің кереметтері хақ. Ол нәрсе бар. Енді бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мына бір оқиғасын келтіріпті имам Аш-Шағрауи. Пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи ва саллам және де Абу Бакр радиаллаху анху мүшриктерден қашқан кезде қайқа тығылды? Бір үңгірге тығылды ғой. Сол кезде үңгірге тығылған кезде Абу Бакр радиаллаху анху не көрді үңгірдің ішінде? Жоқ, жылан емес, басқа оқиға. Тығылып жатқан кезде аяқтарын көрді ғой мүшриктердің. Мүшриктердің аяғын көрді ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтты: "Я Алланың елшісі, қазір аналардың
үшеуінен мынау былай төмен қарап қалса, ана бізді көріп қояды деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуға мынау жүректі тынышталдыру үшін, мынау жүректің тыныштығы үшін осы нәрсені түсіндіреді. Мынандай сұрақ қояды Абу Бакр радиаллаху анхуға: сен мынау екеуі туралы не ойлайсың? Және де біз екеуіміз туралы, Алла туралы не ойлайсың деді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның меңзеп тұрғаны: Алла бізбен ғой дейді. Алла тағала бізбен ғой. Олар Алла қаласа олардың көзін ештеңеге көргізбей қояды дейді. Осы нәрсені. Бұл жерде Абу Бакр радиаллаху анху нені ойлады? Мынау адами факторды ойлады да. Абу Бакр радиаллаху анху. Енді пенде ғой. Адами факторды ойлады. Мынау төмен қарап қалса деген секілді. Бірақ та пайғамбарымыздың жүрегі тыныш болды. Дәл сол секілді Абу Бакр радиаллаху анхудың жүрегін тыныштандыруды қалады пайғамбарымыз. Және де осы нәрсені айтты: сен бұндай кезде адами фактормен ойламайсың. Алла тағала бізбен бірге, Алла қаласа олардың көзін ештеңеге көргізбей тастайды деп айтты.